Қайырлы күн менің YouTube көрермендерім. Әселдің дәмді әлемі деп аталатын каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге лаваштан дайындалатын өте дәмді тіскебасарларды бірге дайындайтын боламыз. Олай болатын болса, каналымнан алыстамай видеоны толық көрулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бізге лаваш қажет болады. Лавашты міне осылай мен бірнеше бөліктерге бөліп алған болатынмын. Ең алдымен бізге алдын ала тазартылған қиярды бірнеше бөліктерге бөліп және оны ұзынша етіп турайтын боламыз. Міне дәл осы реттілікпенен қызанақты да дәл солай ұзынша етіп тураймыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар достар. Қазақша контенттің дамуына сіз де өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Енді ірімшікті біз үккіштен өткізетін боламыз. Сіздерге түсінікті болу үшін сыр деп айта берейін. Мен үккіштің ең кішкентай бөлігінен өткізген болатынмын. Енді міне алдын ала кесіп дайындап алған лавашымызды жайып үстіне қажетті заттарымыздың барлығын осылай орналастыратын боламыз. Өте көп мөлшерде салудың қажеті жоқ. Қазір біз лавашты ораған кезде үлкен кедергі келтіретін болады. Сондықтан да дәл видеодағыдай етіп қоссаңыздар болады. Айтпақшы достар, мен майонез және шамалы три желания кетчупын қосқан болатынмын. Азғантай мөлшерде ғана қосуларыңызға болады. Және үстіне сырды қосып, енді осы лаваштарымызды осылай орайтын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай дәл видеодағыдай етіп орасаңыздар болады. Дәл осы реттілікпенен барлық лаваштарымызды осылай жасап, ішін толықтырып орап шығатын боламыз. Енді кеңдеу ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, шым-шым тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Енді осы араласқан жұмыртқамыздың үстіне лаваштарымызды бір-бір аунатып аламыз. Енді қазір осы лаваштарымызды біз табаға май құйып, қызғаннан кейін екі жағы қызарғанша жақсылап қуырып алатын боламыз. Яғни майға бір-бір аунатамыз. Өйткені ішіндегі біздің сырымыз еріп, лаваштарымыз өте дәмді болып шығады. Достар, біздің тіскебасарларымыз дайын. Үй жағдайында балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Өте дәмді. Көріп тұрғандарыңыздай сыры еріп, өте дәмді болып шықты. Үй жағдайында жасауға кеңес беремін. Лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар.